Борбор Азиядағы ең чоң мечіттер турасында білесізбе? Өзбекистанда Ташкенттегі Минор мечіті. Ташкенттегі Минор мечіті 2014 жылдың 1 октябрында Корманайт күнін ұтырлай açılған. İçine 2400'ден ашуын киши батыр алчу. Өзбекстандағы ең чоң мечіттің аянты 11 гектарды елейді. Түркменистан Түркменбашы Руху мечіті. Түркменстандағы башқы мечит Ашхабадтан 15 шақырым алыстыққа жайғашып, марқұм президент Сапармурат Ниязовтың туылып өскен мекені Қыпчай аймағында құрылған. Мечитті құруға атайын француз архитекторлары чақырылып ақ мрамордан құрылған. Бұл мечитке мемлекеттік қазынадан $100 миллион сарыпталған. Мечиттің жалпы аянты 18 000 метр квадрат. Мечиттің шоуының биіктігі 55 метр. 4 мұнараның биіктігі 80 метр. Қазақстандағы Нур Астана мечіті. Астана қаласындағы Нур Астана мечіті 2005 жылдың 22 мартында açылған. Өлкөдөгү ең қоғыз архитектуралық ажайып имараттарға айланған. Мечіттің ішінде Кабаны жапқан қара материалдың Кисваның фрагментінің үзімі, жана Сауд Аравиясының королінің басмақанасынан шыққан иық Құран бар. Нур Астана мечітінің долбоорун Ливан архитекторы Чарлис Хавис түзіп, Түркиялық Пасинер құрылыш компаниясының құрушылары құрып, долбоорду болсо Катар өлкөсү каржылаган. Мечіттің içine 5000'e жақын адам сыят. Тажикстан. Тажикстанда мечиттердің саны бір топ. Дүйшөмбү қаласындағы құрылып жатқан Борбор Азиядағы ең чоң мечиттердің бірі 2009 жылы башталып, алғачкы ташты Эмомали Рахман президент қойған. Бұл мечитке қаражатты Катар мамлекети бөлуді. Мечиттин құрылышында тажик улутунун жана дүйнөлүк архитектуранын үлгүлөрү айкалыштырылмакчы. 4 мұнаранын ар бири 75 метрди түзүп, 47 метрдик башкы мұнара мечитке көрк берип турат. 7,5 гектар аянтты ээлеген мечиттин короосунда жыйын өтүүчү жай жана коноктолсуучу жайлар бар. Кыргызстандын борбору Бишкекте Борбор Азиядагы эң ири мечиттин курулушу 2012 жылы башталып, 2018 жылы аяктаган. Курулуш иштери Түркиялык диний фонду тарабынан каржыланган. Осман доорундагы архитектура стилинде салынган, бул мечиттин жалпы аянты 7,5 000 метр квадратты түзөт. Мечиттин ичкери жагында 6000 киши намаз окуй алат. Сырт тарабын мечиттин айланасын эске алганда жалпысы 20 000 адам сыят. Мечитте 500 автоунага ылайыктуу унаа токтотуучу орун, мындан тышкары Куран окуу, атайын бөлмөлөр